Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Биыл тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, Ұлы Отан соғысының ардагері, Кеңес одағының батыры, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің туғанына 100 жыл толып отыр. Бүгінгі біздің білгенге маржан айдарымыз осынау аты аңызға айналған батыр атамызға арналады. Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлы 1924 жылы 25 мамырда Ақмола облысының Ақкөл ауданында дүниеге келген. Әскери қызметін Ұлы Отан соғысы жылдарында бастаған. 1942 жылдың шілде айында 18 жаста кеңес әскерлер қатарына қабылданып, Түркменстанда пулеметшілер дайындайтын училищені үздік аяқтайды. Кейін взвод командир ретінде майдан шебіне аттанады. 1945 жылы 17 қаңтарда Нұрмағамбетов Польша жерінде жау қорғанысын бұзып өту кезінде жауынгерлік тапсырманы ержүректілікпен орындайды. 1945 жылы Сағадат Нұрмағамбетовтің қарамағындағы батальон жауға ойсырата соққы беріп, Берлинге басып кіреді. Магнушев қаласында болған шайқаста ол басқаратын пулемет ротасы 2 күн ішінде 120 фашист пен 12 пулемет орналасқан орынның көзін жояды. Шайқастардың бірінде станокты пулемет дәлдеушісі істен шығады. Соған қарамастан Нұрмағамбетов пулеметті қолына алып, жау әскеріне оқты қарша боратады. Осылайша ол фашистердің 2 жойқын шабуылына тойтарыс беріп, 65 фашист әскерін өлтіреді. Нәтижесінде Сағадат Нұрмағамбетов басқарған рота Польшаның Плица өзенінен өтеді. Онда рота 35 жаяу әскерін өлтіріп, 6 пулемет орналасқан жердің көзін жояды. Осылайша оның ротасы кеңес әскерлерінің алға жылжуына мүмкіндік жасайды. 1945 жылы 27 ақпанда Польша аумағында жаудың күшті бекіністі қорғанысын бұзып өту кезінде қолбасшылықтың жауынгерлік тапсырмаларын үлгілі орындаған үшін, сонымен қатар ерлігі мен батырлығы үшін 1945 жылдың 27 ақпанында 21 жасында Сағадат Нұрмағамбетовке Кеңес одағының батыр атағы беріледі. Сағадат Нұрмағамбетовтің есімі тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл ТМД елдерінде де белгілі. Ол Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру және қалыптастыруда аянбай еңбек етті. Батырдың есімі көшелердің атауларында ғана емес, Жасұлан әскери колледжі, Алматы құрлық әскерлерінің әскери институты Сағадат Нұрмағамбетовтің есімімен аталған. Дүниеден өткенше әскери салаға өмірін арнаған ұлт мақтанышы Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлы мәңгілікке ел есінде.